Мынау клетканы білем, мен клеткада отырмын. Көмектесіңдер! Көмек! Наконец-то таң атты. Мен поскорее тапқым кеп тұр анау деревняны. Ой, блин, Ержан, бізге не повезло. Ол қазір басқа разбойникті шақыр келет, и ол осында жүрет, бізге қарап біз қайтадан попробовать етіп шыға алмаймыз. Ой, блин, еще чуть-чуть қалды ғой. Анау разбойник вообще не вовремя кел қалды. Вообще біраз ғана қалып еді, осы решетканы ашуға, и біз қаш кетуші едік. Жарайды, давай басқа бір план придумать етейікші. Мен сізден бір нәрсе сұрайыншы. Мен плоский жақтағы разбойниктердің деревнясын іздеп жүрмін. Сіз білесіз бе, ол қай жақта екен? Қай жаққа жүру керектігін? Разбойниктердің деревнясы дейсің бе? Мен жолды білем, сол деревняға қарай апаратын. Разбойниктердің деревнясы анау жақта. Походу, анау жақта. Со жаққа жүру керексің. Анау жаққа жүре бер. Мен білемін ол қай жақта екен. Бірақ полностью емес, мен біраз мұт қалдым қайда жүру керектігін. Давайте айтыңызшы. Давай, артымнан жүр. Сен осы жермен анау жаққа алдыға қарай жүре бересің. 80 километр жүресің где-то. 80. Ал ары қарай мен уже білмейм қайда бұрылу керектігін. Соны басқа біреуден сұра көресің, алдынан біреу шықса. Жарайды, балам, удачи. Сол ауылға тезірек жетіп ал. Рахмет. Сізге көп рахмет. Хотя бы біраз информация айтқаныңыз үшін. Кстати, помнишь, мен саған Диас туралы айтып едім ғой? Сен номер 22-ші ауылға барды. Сол Диасты ұстап, осы жерге алып кел. Жарайды, түсіндім. Наконец-то. Маған бір ой келген сияқты, осы жерден қалай шығатын. Қазір походу түн бат кетті, потому что мен ұйқым кеп тұр. Мен қазір ұйықтап алайын. Потом ұйықтап болған соң осы способ арқылы шығып көрем осы жерден. Достар, қайырлы таң, уже таң атты далада. Мен вообще шарша кеттім ғой. Мен где-то 50 километр жүрдім. Достар, анау разбойниктердің деревнясы плоский мирдегі. Ол негізі номер 22-ші деревняға біраз жақын. И, номер 22-ші деревнядан вообще алыс емес екен. Бірақ мен басқа жаққа бұрыл кеткендіктен, маған со жаққа жету вообще ұзақ болады. Ладно, достар, маған біраз қалды. Мен бүгін табам деп ойлаймын сол деревняны. Жарайды, давайте төсекті алайық та, ары қарай жалғастырайық сол деревняны іздеуді. Таң атты. Менің осы ойым сработает деп ойлаймын. Маған осы сандықта жатқан заттарды алу керек. Мұнда 3 таяқ жатыр, олар керек болады маған. Соларды алайық. Все, таяқтарды алдым мен. Мен, еще осы жердегі углда 4 тас тауып алғам, 4-еу. Мен
осы заттардың көмегімен өзіме кирка скрафтить етем каменный, чтоб мынау решетканы сындырып осы жерден шығу үшін. Так, короче, мында еще осы орындық, короче, ағаштан жасалған дубтан дуб. Короче, мен осы орындықтарды добыть етіп, өзіме верстак скрафтить етейін еще, потому что менде верстак жоқ вообще, чтоб кирка скрафтить ету үшін. Короче, анау жақта разбойниктер тұр, анау жақта. Маған күту керек, пока олар со жақтан кеткенше дейін, потому что олар мені естіп қойып, көр қойып, мені өлтіріп тастау мүмкін. Короче, мен біраз күте тұрайын, пока олар кеткенше дейін. Потом олар осы жерден кеткен соң, мен осы план арқылы шығам. Так, пока күте тұрайын. Так, все, наконец-то мен келдім осында. Так, короче, анау қара түсті кофтамен жүретін, оң жағы оранжевый, ал сол жағы көк боп тұрған сондай скинмен жүретін Диас осында болу керек. Так, қазір сұра көрем мен жительдардан. Әу, қалқан құлақ, бергел. Ау, не болды? Не болды де қояды ғой? Қайда бара жатсың сен, ма? Ал сенде не шаруаң бар? Сен немене сондай дерзкий болып кеттің, ма? Бергеш мұнда. Ай, не үшін? Ай, жіберші киімді. Тез айт маған, қайда ол? Ой, кім? Диас дейм, кімде қояды ғой? Анау қара түсті кофтамен жүретін, и оның оң жағы оранжевый, ал сол жағы көк боп тұратын, сондай скинмен жүретін, қайда ол? Айт тез. Ол разбойниктердің плоский жақтағы ауылына кет қалды. Мэр, оны послать етті, со жаққа баруға. Жіберші өтінем. Не? Мэр? Мэрдің өзі қайда? Мэрдің өзі білеме ол қайда екен? Сол разбойниктердің ауылы. Ол не деп айтты Диасқа? Қай жаққа барсын деп айтты? Өтінем, Ол жібер. не деп айтты Диасқа? За**бал, отвечать ет. Мэр білмейді ол қайда екен. Диас, анау жаққа кет қалды, анау жаққа. Мэр, Диасқа айтқан жоқ, ол ауыл қайда екен, ол анау жаққа кет қалды, со жаққа. Өзі соны іздеуге. Осы ауыл вообще кір-кір боп тұр ғой, вообще сап-сасық боп. Терпилалар, ой, жарайды, мен кеттім. Давай, помощь, сип на жерден. Так, мен енді анау Рамазан, Данияр, Айдостарды істеуге барайын. Өзімнің номер 19-шы ауылыма. Наконец-то, вот мне номер 19-шы ауыл. Мен осы ауылдың бәрін қарап шықтым, и еще жительдардан сұрағым, анаулар қайда екен. Короче, мынау ауылға бір какой-то дәптерлер қойып. Так, вот мне ағашта дәптер тұр какой-то. Так, не мынау. Еба!
менің братандарымды розыскқа беріпті ғой. Олар итті өлтіріп тастапты номер 22 ауылда. Поэтому олар тығылып жүр ме полициядан? Или немесе оларды уже ұстап алды ма полицейскийлер? О, оппана. Бергеш мұнда. Блин, мынаған не керек опять? Ампулда, блядь. Сен неме ана күні милицияға қақылдап жүрсің, а? Сен не бізді менттарға сдать етейін дегенсің бе не? Олар өздері сұрады ғой менен. Не болды? Кім сені ұрды деп. Мен өзім айтқан жоқпын ғой. Шабаусыңды. Менің братандарымды менттар розыскқа берді. Сен осы Рамазан, Данияр, Айдостарсыз сенде веселый күндерің болады деп қатты қателесіп тұрсың. Соларсыз сені веселый күндер күтіп тұрған жоқ. Мен біраздан соң сенің көтіңді айырып тастаймын, ұқтың ба? Мен сенің екінші көзіңе тағы да бір синяк қосып берем, ұқтың ба? Все, давай, клоун, сау бол. Ай! Терпила, блядь. Кстати, достар, мен сендерге тағы да бір нәрсе айтуды ұмытып кетіппін. Короче, достар, мен анау 3 хулигандарды талдырып, анау Ридер Хилл деп аталатын жер астыдағы қорқынышты үйге апаратын кезде, короче, в этот момент, достар, мен сол хулигандарды аңдып, оларды тыңдап тұрғам перед тем, как оларды ұстағанға дейін. Короче, сол хулигандар бір какой-то Тревор туралы айтып жатқан. Короче, сол Тревор, походу, анау Рамазан деген ағасы, походу. Но бірақ мен даже білмеймін, сол Тревор қалай көрінетін вообще. И, короче, олар еще былай айтқан, ой, жарайды, если сол Диас қайтадан келсе осында, сенің ағаңды Треворды шақырып алып, быт іштін шығарамыз деп тұрған. Короче, походу, сол Тревор, сол 3 хулигандармен бірге тоже заодно. Ол, походу, тоже хулиган солар сияқты. Мен оны даже ни разу көргенде жоқпын. Ол қалай көрінеді екен вообще, сол Тревор? Кстати, достар, еще қарандар. Короче, анау Айдос деген хулиганда Рамазан досында. Мен, короче, оны талдырғанда, мен, короче, он телефон алып алғам еще. Қарандар. Вот, короче, мынау сол Айдостың телефоны. Но бірақ, достар, осы телефонның зарядкасы отыр қапты. Так, менде, короче, өз телефоным зарядкасы бар. И еще также менде с собой розетка бар, достар. Розетка с собой. Короче, давайте біз осы Айдостың телефон зарядкаге қой көрейікші. Вдруг подойдет, достар. И, короче, мен осы телефонды қарап, наверное, пойму еще, осы хулигандар не істеген вообще. Тағы да не істеген. Так, давайте қояйық. Так, қазір күте тұрыңдаршы, достар. Қазір. Мен әлі осы пустынядан шыққан жоқпын. Мен әлі келе жатырмын осы жерден. Короче, мен кешкі 7-де мен осы пустыняға жетіп алғам. И, короче, мынау пустыня вообще өте үлкен екен. Мен әлі осы пустынядан шыға алмай келе жатырмын осы жерде. Так, менде, короче, 30-ақ қана нан қалды. Қарным аш кетті. Біраз жейікші бір кусокты. Все, кеттік. Мына жер вообще өте ыстық. Мен ыстықта кеттім уже.
мен өзімен бірге су алған жоқпын даже. Но бірақ мен қайдан білдім осы ыстық пустыняға жетіп алатынымды. Так, короче, достар, все, телефон зарядкаге қойылып тұр. Так, давайте енді ашып көрейік осы Айдостың телефонын. Мынау телефонда даже пароль жоқ екен ғой, достар. Так, все, достар, мен аштым. Так, 10 пропущенных звонков от Тревор Николаев дейді. Так, ал сол Тревор Николаев қалай көрінеді вообще? Так, давайте көрейік соны. Так, вот, міне, достар, Тревор Николаев осылай көрінеді екен. Так, ол, короче, қызыл түсті шарфпен тұр осы фотода. Бір какой-то үйдің ішінде. Ладно, достар, короче, давайте ары қарай жалғастырайық жүре беруді. Кыс. Мурка, келе ғой. Кыс. Кис. Наконец-то. Менің осы молотогым дайын. Так, мен осы молотогымды тексер көрейінші, қалай ұратын. Күші қандай екен осы жаңа молотогымның. Так, қайда тексерсем болады? Все, мен уже білем осы кирканы немнеге тексер көретінімді. Так, мына кирка қалай ұрады екен? Так, көрейік. Өй, тиіспе оған! Кет бар! Щегол, сен неме крутой бол кеттің сондай, Мурка! Мэр, неге ұрасыз менің мысығымды? Мен мысығым сізге не істеп қойды? Неге сіз оны балғамен ұрдыңыз? Мурка! Неге сіз оны балғамен ұрдыңыз? Мен өзіме жап-жаңа балға жасап алғам, мен жай көрейін дегем, ол қалай ұратынын. Бағы, сен неме сол какой-то бір мысық үшін жылап тұрсың, ба? Бір какой-то мысық снес? Мысықтар и басқа жануарлар, олар да тірі существо ғой, олардың да өмір сүргісі келеді ғой. Сен неме маған ақыл үйретіп тұрсың, Мен өзім білем, ұрам ба, ұрмайым ба. Мэр, бұл менің мысығым ғой. И мен ешкімге оны ұруға жол бермеймін. Сіз бізді и менің мысығымды ұратындай бізге ешкім емессіз. Солай ма? Бейшара, если мұнда мен болмасам, то сенде жұмыс болмаушы еді. И сен көшеде қаңғырып жүруші едің. Түсінесің ба, Мен осы ауылмен править етіп жатырмын. Сен маған рахмет айт лучше. Щегол, кішкентай. Сіз просто осы ауылдың правителісіз ғой. И сізде вообще права жоқ мені и менің мысығымды дай вообще бүкіл жительдарды ұруға. Сіз менің мысығымды только что өте қап-қатты молотокпен ұрып жібердіңіз ғой. Менің мысығым бір жері сынса не істеймін мен? И если оның бір жері жаралан қалса не істейсіз? Мен сол мысықты хоть өлтіріп тастаушы едім. Если ол қашып кетпесе ұқтың ба? Саған все равно керек жоқ ол мысық. Көшеден басқа бір мысықты тауып аласың ғой қайтадан. Блядь, мэр, мен уже қатты шыныма тиді. Ол скоро өліп қалады. Мен өз мысығым үшін любойды өлтірем. Мен мысығыма тіл тигізуші болма. Сен қақың болмасын. Сен не маған ақыл үйретейін дегенсің ба жердің құрты? Бергелші мен саған қазір жақсылап тұрып таяқ жегізейін. Так, мен анауларға қайтадан звонда көрейінші. Может, на этот раз алатын шығар олар трубканы.
Так, Айдосқа звондап көрейінші. Так, стоп, погодите, достар. Айдостың телефонына біреу звондап жатыр. Так. Не, Тревор Николаев? Мә, достар, Айдостың телефонына Тревор Николаев звондап жатыр. Мә, достар, мен что-то қорқып тұрмын алуға. Тревор вообще опасный, қорқынышты болып көрінеді. Ой, хотя ладно, достар, мен тупой емеспін ғой, алам. Короче, давайте лучше алмай қояйық телефон. И, короче, ары қарай жалғастырайық жүре беруді. Ой, трубканы әлі алмай жатыр олар. Бә, олар қайда жоғалып кетті вообще? Бә, вообще түсінбеймін. Так, но бірақ соединение деп шығып тұрған. Значит, оларда болған телефон, қолында болған. Но бірақ что-то алмай жатыр. Бә, шынды ма? Ой, жарайды, олар әлі тығылып жүрген шығар. Короче, осымен потом разобраться етем мен. Так, ал қазір тезірек жүрейінші. Анау Диасты ұстау керек. Или немесе разбойниктердің ауылына бара берейін. Диас может жақында қалған шығар со жаққа. Мен как раз сол ауылда оны күтіп тұрам. Короче, достар, мен жарты сағат бұрын мен по пути тағы да бір адамды встретить еткем. И, короче, мен одан тоже сұрадым, анау разбойниктердің плоский жақтағы деревнясына қанша сағат қалды екен. И, короче, достар, ол маған былай айтты, 30 километр қалды деп, 30. Короче, достар, маған біраз қалды, маған анау жаққа алдыға қарай 30 километр жүру керек. Короче, 30 километр қалды. Наконец-то, достар, жақсы болды. Мен бүгін табам сол деревняны. Арман. Ау, не болды? Мэр, сенің досыңды бахан ұрып тастады. Не дейсің? Не үшін ұрды? Қайда ол? Ол өз үйін қасында тұр. Ой, жарайды, қазір барам мен. Қалайсың, баха, бәрі дұрыс па? Иә, дұрыс бәрі. Қатты ауырып тұр ма? Жоқ, қатты емес. Мына қанды сүртіп, мына синякқа лед приложить етсе, сонда нормально болады. Арман, сен бар жұмысыңды ары қарай жалғастыр істеуге. Бол тез. Ал сен бағы шешеңе қақылдап жүрме, сосын ұқтың ба? Қатын құсап. Мен шаршадым. Мен уже 1 сағат жүргеле жатырмын осы пустыняда. Әлі шыққан жоқпын. Мына пустыня вообще плоский болып кетті какой-то. Мына жер өте ыстық. Мен шыққым кеп тұр ол жерден уж. Так, мен осы железный бронямды шешіп тастайыншы лучше. Все равно осы пустыняда опасный ешкім жоқ. Мен ыстықта кеттім уж осы железный бронямен. Достар, мен что-то шаршап кеттім вообще. Мен өте ұзақ жүріп бара жатырмын уж. Короче, менде төсек бар, давайте оны қойып демала тұрайықшы біраз.
а то мен шаршап кеттім че-то. Біраз где-то жарты немесе 1 сағат отыра тұрайын. Потом ары қарай жалғастырам жүре беруді. Совсем чуть-чуть қалды достар, сол деревняға жетуді. Алло, Алло, привет, Денис. привет, Дара. Бәрі жақсы ма? Сен қайдасың қазір? Я бәрі жақсы, мен сол ауылға уже почти жетінде қалдым. Мен уже білдім сол ауыл қай жақта екен. Мен кеше бір ағадан сұра көргем. Ол маған айтып берді ол қайда екен. Біраз қалды тағы да. Сен сол ауылды тауып болған соң артқа қайтадың кезде қалай қайтасың сен? Ойындама, Дара, мен обязательно келем. Мен обязательно қайтып келем. Артта қарай. Жарайды, Денис, пока. Мен сен жақсы көрем. Мен де сені жақсы көрем, Дара. Давай, пока. Наконец-то, анау плоский жақтағы разбойниктердің ауылына. Тағы да біраз қалды жетуге. Короче, достар, қайтадан сәлем. Уже өте көп сағат өтті. Мен по-любому уже рядом. Уже 10 сағат өтті. Қазір уже закат болады. Маған шығу керек. Денис! Сен... Не? Дара, сен мұнда не істеп жүрсің? Сен мені қалай таптың, Дара? Өтінем, маған қарай қайтшы. Блин, басым. Мына жер өте ыстық. Дара, қайдасың сен? Дара. Бұл жай ғана галлюцинация. Мына жер өте ыстық. Мына жер өте ыстық болғандықтан маған уже галлюцинациялар көрініп тұр. Еще түн батады қазір. Тез шығу керек осы жерден. Так, короче, мен тағы да бір рет хабарлас көрейінші Айдосқа. Может, хотя бы қазір алатын шығар? Если алмаса, білмеймін не істейтінді. Не? Тревор? Так, все отлично, мен уже звондап жатырмын қазір. Алатын шығар. Опана! Мен уже сені таппайым деп ойлағанмын. Блин, как так? Бұл не нәрсе? Бұл Айдостың телефоны ғой. Сенде Айдостың телефоны не істеп жүр, а? Блин. Қайдағы Айдос? Сен кімсің вообще? Бұл менің телефоным ғой. Мен білмейм, сенің не айтып тұрғаныңды. Сен не, мені тупой деп ойлайсың ба? Айдостың телефон звоногы дәл сондай. Бұл сенде Айдостың телефоны ғой. Сен қайдан алдың Айдостың телефонын? Сен оларды не істедің, айт тез. Ой, блин, осы Айдостың телефон лақтыра салу керек еді вообще. Или немесе бейсвукқа қойып. Мен білмейм даже не деп айтатынды. Сен неме үндемей тұрсың, а? Мен сенен сұрап тұрмын ғой. Тревор Николаев, мен сен білем. Сен сол Айдос, Рамазан, Данияр,
сол хулигандармен бірге тоже заодносын. Сен олардың ағасысың. Короче, мен номер 22-ші ауылда болғанда, олар қайта издеваться ете берген менімен. Еще угрожать етіп. Еще олар жануарлармен издеваться етеді. Бұл белгілі болған, потому что олар номер 22-ші ауылда еще итті өлтіріп тастады. Мен оны көрдім. Сол үшін мен оларға отомстить еттім. Короче, если сол үшін полиция оларды ұстаса, то полициялар оларға мягкий приговор подписать етіп, 1 немесе 2 месяцқа посадить етуші еді. Короче, сол үшін мен оларға отомстить еттім и оларға смертный приговор подписать еттім. И, короче, только мен ғана білем, олар қайда екен. Басқа ешкім білмейді. Ах ты, не деген тварьсың сен, а? Сол үшін мен сені өлтірем қазір. Мен енді разбойниктерге подчиняться етем. Мен разбойниктердің ауылына барып, тоже разбойник болдым. Саған пиз болады қазір. Давай, бергел. Жоқ, мен өлем қазір. Ай, ёпта. Қайда ол? Қашып кет. Мен оны ұстай алмай қалдым. Мынау орманда мен оны таба алмайым по-любому. Артынан жүгіргім кеп тұрған жоқ. Ой, жарайды, разбойниктердің плоский жақтағы ауылы прям со жақта ғой. Ол дұрыс кетіп бара жатыр негізі. Ой, жарайды, ол со жаққа жетіп алған соң разбойниктер оны өзі ұстайтын шығар. Жарайды, короче, мен анау жақтағы басқа бір ауылға барып, со жақтағы магазиннен өзіме бір нәрсе алайыншы. А то қарным аш кетті уже. Бастыққа, короче, ұстай алмай қалдым деп айта салам. Анау Диасты. Короче, достар, все. Анау Тревор вроде артымнан қуып келе атқан жоқ. Мен вроде оторваться еттім. Короче, достар, қарандар, мен какой-то бір басқандай ауылға келдім. Мына жердегі. Так, мұнда табличка тұр. Так, номері 61-ші ауыл. Ассалаумағалейкум. Номері 61-ші ауылға қош келдіңіз. Сіз осы ауылға жаңадан келдіңіз бе? Жоқ, мен жаңадан емес, мен просто мимо өтіп бара жатқам.
Жақсы. Кешіріңіз, тоқтаңыз. Ал, не болды? Мен сізден бір нәрсе сұрағым кеп тұр. Короче, мен плоский жақтағы бар ғой, плоский мирдегі разбойниктердің ауылын іздеп жүрмін. Сіз білесіз бе, ол қай жақта екен? Не, разбойниктердің ауылы дейсің бе? Плоский мирдегі? Иә. Иә, мен соны білем. Сол разбойниктердің ауылы біздің ауылымызға вообще жақын. Хотя прям жақын емес, біраз ғана жақын, чуть-чуть ғана. И, короче, разбойниктер бізге уже 3 рет нападать еткен біздің ауылымызға. Сол плоский жақтағы ауылдан келіп. Біз оларды білеміз. Мен оларды білем. Олар вообще біздің шынымызға тикетті ғой. Так, ал сен о жаққа не үшін бара жатсың вообще? Сен о жаққа жабылайын деп тұрсың ба? Осы незаритовый бронямен. Иә, мені, короче, номер 22-ші ауылдағы мэр послать еткен со жаққа баруға. Потому что со жақтағы капюшонмен жүретін разбойниктердің бастығы сол мэрдің драгоценный золотой шлемін ұрлап алды. И поэтому мэр мені сол ауыл жаққа қарай послать еткен, чтоб мен сол шлемді достать ету үшін и мэрге қайтарып беру үшін. И еще сол деревняда плоский мирдек. Короче, генератор бар, разбойниктердің бесконечный генераторы. И мен, короче, соны шаққым кеп тұр еще. Жақсы. Жарайды, кеттік, артымнан жүр, мен саған көрсетіп жіберем. Все, менде уже күш жоқ. Мына жер өте ыстық. Еще закат басталды. Қазір түн батады уже. Ей! Ё-моё! Ұсталдың ба? Сен не біздің кораблімізден қашам деп ойладың ба? Блин, опять разбойниктер, бері келіңдер. Неге ұра алмаймын мен оларды? Блин, бұл опять галлюцинация. Мен басым ауырып кетті уже. Ё-моё! Ұсталдың ба? Мен сені таптым наконец-то. Мен саған қазір отомстить етем. Сен мені өртегенің үшін. Жоқ, мен сенбеймін. Бұл жай ғана галлюцинация. Бұл тоже глюк жай ғана. Мен бұған сенбеймін. Бұл жай ғана глюк. Шош кеттім ғой. Осы пустыня вообще өте үлкен. Артқа қайту не выход, потому что мен кеше ғана келдім осы пустыняға. Мен артқа қайтсам тағы да көп уақыт кетеді тағы да. Лучше алдыға қарай жүре берейік, тем более мен дұрыс келе жатырмын. Маған анау заброшенный деревнядағы аға дұрыс айтқан, осы жермен алдыға қарай жүре берсін деп. Так, жарайды, кеттік. Осы пустынядан шығып, немесе біреуден көмек сұрайықшы. Мұнда может біреу бар шығар тағы да. Короче, саған анау жаққа қарай жүре беру керек. Алдыға қарай. Потом где-то жарты сағаттан кейін сен уже плоский жаққа шығасың. И, короче, со жерде разбойниктердің ауылы болады. Совсем біраз ғана қалды ма? Если алдыға жүре берсем, мен уже плоский жаққа шығам ба? Иә. Наконец-то! Сізге көп рахмет айтқаныңыз үшін. Мен наконец-то білдім сол разбойниктердің ауылы қай жақта екен. Может, мен даже тапқан да шығармын оны. Потому что уже білем қайда бару керектігімді.
Все, сен бара бересің бе со жаққа? Жоқ, мен біраздан соң барайыншы, а то мен чё-то шаршы кеттім. Біраз демала тұрайын, потом барайын. Жақсы. Мен қарным аш кетті чё-то. Не, қарын аш кетті? Кеттік онда, мен үйіме кеттік. Мен саған дәмді тамақ берем. Жоқ, рахмет. Менде өзімен бірге тамақ бар, но бірақ ол сырой боп тұр. Мынау ет, маған оны пожарить ету керек. Так, менде верстак бар, мен өзіме Ой, пеш... осы етті потом үйіне барған соң жейсің. Кеттік, тамақ ішіп ал. Жарайды. Давай, кеттік. Мынау номер 22-ші ауылдағы мэрдің заданиясы ең қиын. Мен қазір құлайым, менде күш жоқ уже. Бол тез, қозғал дедім мен саған. Менің золотой шапкамды табатын бол. Жоқ, бұл тоже галлюцинация. Жоғал кетші, өтінем. Все, жоғал кетті. Жарайды, кеттік. Деннис, досым, чё там, таптың ба? Разбойниктердің ауылын. Жоқ, бұл тоже глюк, бұл тоже галлюцинация. Так, Ладно, короче, маған жүре беру керек. Каждый раз мен тоқтасам, то галлюцинация пайда бола береді. Каждый раз тоқтағанда тез жүру керек. Тағы да біраз қалды. Так, тез. Ей, бала, бергелші. Аншақта адам бар. Адам, көмектесіңізші. Мен осы пустыняда жоғалып кеттім. Сіз білесіз бе, осы жерден қалай шығуды? Бұл галлюцинация екен ғой. Мен бұл галлюцинация туралы ұмытып кетіппін даже. Жарайды, жалғастыра берек. Осы пустынядан шығу керек как-нибудь. Так. Эй, мұнда біреу бар ма? Көмектесіңдер. Мен мұндамын. Мұнда мен бармын. Мен саған біздің плоский жақтағы деревнямызды табуға жол бермеймін. Мен сені өлтірем қазір. Жоқ, қазір мен сені өлтірем. Көзімді жұмып. Так. Наконец-то. Так, кеттік. Ары қарай. Тез шығу керек осы жерден. Менде күш жоқ уже. Күш жоқ, бұл бара жатыр. Даже сөйлеуге күшім жоқ уже. Сізге көп рахмет. Мына тауықтың еті өте дәмді екен. Ас болсын. Рахмет. Чё там, сен сол разбойниктердің ауылына неше күн бара жатсың вообще? Анау номер 22-ші ауылдағы мэр маған даже айтқан да жоқ, ол қайда екен. Потому что ол білмейді тоже. Ол просто алып та қуып жіберді мені ауылдан. Соны ізде деп. И если мен таппасам, то маған оралмасын деген сол ауылға. Ал сен сол номер 22-ші ауылда тұрасың ба? Жоқ, мен о жақта тұрмайым. Мен қалада тұрам негізі. Ой, онда неге іздеп жүрсің оны? Бір какой-то бөтен біреу үшін сол ауылды. Маған просто мэр былай айтқан. Если мен оған сол золотой шлемді қайтарып берсем, то ол наградить етіп өте көп ақша береді деп айтқан. Короче, поэтому іздеп жүрмін. Түсінікті. Короче, мен поэтому іздеп жүрмін сол деревняны. Так, ал сіз осы ауылдың мэрісіз бе? Мен осында уже 4 жыл мэр боп жұмыс істеймін. Короче, 2 күн бұрын біздің ауылымызда осындай жағдай болыпты. Короче, біздің ауылымызда 2 житель жоғалып кетіпті.
ержан мен қайсар деген. И короче оларды розыскқа берді, оларды іздеп жүр қазір. Мә, Я и еще не только сондай жағдай болған. Еще 3 жыл бұрын біздің ауылымызда тағы да бір басқа житель жоғалған, Айдар деген. И потом, короче, оны только 2 жылдан кейін Диз Village деп аталатын жер астындағы қорқынышты үйдің астында тауыпты. Короче, одан только бас сүйек и қан ғана қалған. ё-моё. И ол, короче, өлмес бұрын сол жер астыдағы қорқынышты үйде кітапқа осылай жаз қойған. Ешқашан жер астыдағы қорқынышты үйге кірмеңдер. Кірсеңіздер жаман болады деп жаз қойған. Өлмес бұрын. Сол туралыны даже жаңалықта көрсеткен. Сен соны көрдің бе? Жоқ, көрмеппін. Кстати, осындай запись жазды дедіңіз бе? Ешқашан жер астыдағы қорқынышты үйге кірмеңіздер. Кірсеңіздер жаман болады дейсіз бе? Сөйтіп жазды дейсіз бе? Я? Так, бұл что-то знакомый маған. Ал сол Diz Village деп аталатын жер астыдағы қорқынышты үй қалай көрінеді вообще? Приметасын айтып жібересіз бе? Особый приметасын. Ну, короче, сол жер астыдағы қорқынышты үйдің ең астында прям пещерада ауыл болған. И, короче, сол ауылдағы үйлердің іштерінде разбойниктер ұрлап алған ресурстар болған. И, короче, сол жер астыдағы ауылда көп труптар болған, көп қандар и бас сүйектер болған. Точно, мен сол жер астыдағы қорқынышты үйді білем. Мен баяғыда 3 жыл бұрын мен сол жер астыдағы қорқынышты үйге түскем. Мен оны байқамай көр қалғанды. И соны көргем. Сол подземная деревняны. И, короче, бір комнатада тот самый записьті көргем. Осылай жазылып тұрған. Ешқашан жер астыдағы қорқынышты үйге кірмеңдер. Кірсеңіздер жаман болады деп аталатын. И, короче, сол записканың қасында труп көргем. Ол труп, по-моему, сендердің осы ауылда тұратын ескі жительдарын ба? Қалай еді? Айдар деген. Я, ол сол. Все понятно. Получается, сол 4 жыл бұрынғы ескі жер астыдағы қорқынышты үйге сол записканы, получается, осы ауылда тұратын Айдар оставить етті ме? Все, мен түсіндім. Все, рахмет. Тауықтың еті өте дәмді болыпты. Я, ас болсын. Жарайды, короче, мен біраз отыра тұрайыншы осында. Где-то 20 немесе жарты сағат. Бола ма? Я, әрине. Рахмет. Жарайды, короче, сен сол 20 жарты сағаттың ішінде подробнее айтып жіберші. Сол жер астыдағы қорқынышты үйді қалай көр қалғанды, и соның ішінде тағы да не болған айтып жіберші. Жарайды, қазір айтам. Қалай ыстық мына жер. Давай, балам, сен геройсың ғой, давай жүр ары қарай. Саған тағы да біраз қалды со жаққа жетуге. Совсем біраз ғана қалды. Ал сен кімсің? Сен тоже галлюцинациясың ба, жай? Ой, жоқ, қайдағы галлюцинация? Мен осы пустынядан басқа жаққа, анау жаққа бара жатқанмын. И потом сені көрдім. Если сіз галлюцинация емес болсаңыз, то өтінем, көмектесіңізші маған. Мен осы пустыняда өте ұзақ жүріп бара жатырмын. Мен осы өте ыстық пустыняда өте ұзақ жүргендіктен менде галлюцинация басталып жатыр. Өтінем, маған ары қарай, алдыға қарай жүруді көмектесіңізші. Менде күш жоқ уже. Жарайды, балам, көмектесемін мен саған. Давай, кеттік артымнан. Давай, қолымнан ұста. Короче, алдыға қарай жүре беру керек бізге.
бізге жақын ғана қалды совсем. Давай кеттік. Көп рахмет сізге. Мен не істеуші едім сенсіз? Я балам, оқасы жоқ. Басым. Ой, блин, бұл тоже галлюцинация болыпты ғой. Мен шынымен де осында жительді встретить еттім деп ойлап қалдым. И ол маған көмектеседі деп. Ой, в итоге ол тоже галлюцинация болыпты. Жарайды, кеттік. Ары қарай. Так, тихо. Бұл не дауыстар? Бұл Джейсон Вурхестің дауысына ұқсайды. Ё-моё! Джейсон Вурхес! Жоқ, бұл галлюцинация тоже. Так. Бұл тоже галлюцинация болыпты. Мен Джейсон Вурхесті уже давно өлтіріп тастадым. Все, мен жүгіре алмайым. Так, қайда ол? Бұл галлюцинация болыпты. Но на этот раз бұл галлюцинация прям менің артымда пайда болды. Мен шошып кеттім ғой. Так, стоп. Погодите, мен ан жақта бір нәрсе көріп тұрмын. Погодите, мынау ауыл ма? Осы пустыняда ауыл бар сияқты. Деревня. Давайте тез барайық. Көмек сұрайықшы олардан. Біреу бар ма? Эй, мен мұндамын. Көмектесіңдер. Көмек! Чё там қайғат? Басқа ауылға екінші жұмысқа қалай бағып келдің? Вообще шарша кеттім ғой. Вообще таңертеңнен кешке дейін жұмыс істедім. Понятно. Ал саған бүгін мэр неше зарплата берді? Нормально. Маған 30 изумруд берді ғой. Вообще көп қой. Аха. Жарайды, онда ермек кеттік, ұйықтайық па? Жарайды, кеттік. Көмектесіңдер! Мен мұндамын! Көмектесіңдер! Көмектесіңдер, өтінем! Мен адас кеттім! Қайрат, қара, анау жігіт көмек сұрап жатыр. Бізге оған көмектесу керек. Давай, тез кеттік. Менде совсем көз жоқ уже. Олар жүгір келе жатыр. Мына жер қалай ыстық. Мен өлем қазір. Қайтамын мен. Мынау не? Так, тыныш, жігіт, шошма, біз саған көмектестік. Чё там, ермек оянды ма ол? Оянды. Көмектестіңдер ме? Көп рахмет сендерге. А то мен осы пустыняда өлуші едім.
мен осы пустыняда вообще адас кеткем. Мына пустыня өте үлкен болғандықтан. Так, мен щитті шешіп тастайыншы қазір. Все. Ал сен осы пустыняда не істеп жүрдің вообще? Қалай адасып кеттің? Бұл вообще өте ұзақ история. Мен сендерге оны 5 сағат айтам. Сен осы пустыняда қыдығып жүрдің бе жай? Жоқ, қазір мен айтам бәрін. Мені номер 22-ші ауылдағы мэр Плоский жақтағы разбойниктердің ауылына барсын деп айтты. Потому что со жақта тұратын анау капюшонмен жүретін разбойниктердің бастығы сол мэрдің золотой шлемін алып алды. И мэр мені сол шлемді со жерден достать етуге послать еткен. И мен соны істеуге бара жатқам. И потом байқамай пустыняға жетіп алғам. Осы үлкен пустыняға. Сен сол Плоский жақтағы разбойниктердің ауылына, если что, уже жақындайында қалдың ғой, білесің ба? Не? Шын ба? Мен жақындайында қалдым ба соған қарай? Саған біраз ғана қалды, где-то 1 сағатта жетесің оған. Мен осы өте ыстық пустыняда шөлде кеткем. Суық су бар ма? Менде бар су. Вот, мне. Рахмет. Так, қазір ішіп алайын. Қандай кайф. Прям мұздай ғой. Так, ал сендер жительдар, сендер осы пустынядағы ауылда тұрасыңдар ма осы? Біз осы ауылда тұрғамыз. Жарайды, жительдар, сендерге тағы да бір рет көп рахмет. Мені құтқарғандарың үшін, и маған су бергендерің үшін. Оқасы жоқ. Мен өте қатты шарша кеттім. Мен жарты сағат демала тұрсам бола ма осы жерде? Әрине. Рахмет, то мен өте қатты шарша кеттім. Сол ауылға барам деп Плоский жақтағы. Біраз жарты сағат демала тұрайын. Потом сендер көрсетіп жіберіңдерші, сол разбойниктердің ауылы қай жақта екен? Плоский жақтағы. Жақсы. Все, разбойниктер вроде кет қалды куда-то. Так, все, енді осы план арқылы шығайық осы жерден. Так, все, енді осы заттардың көмегімен верстак жасау керек. Так, все, дайын. Так, все, отлично. Каменный кирка дайын. Так, все, енді осы верстакты алып алайын с собой. Все, енді шығайық осы жерден. Так, давай, тез. Все, наконец-то. Все, мен мына жерден шықтым. Так, мен заттарым осы бочкаларда болу керек. Так, давайте көрейік. Вот, менің заттарым. Так, давайте алайық мыналарды. Так, мында что-то половина заттарым жоқ мен. Только біраз ғана. Мында именно оружиялар жоқ. Так, оружиялар қайда? Давайте осы бочкаларды қарайықшы. Мында еще мен садағым жатыр. Так, давайте осы бочканы қарайық. Так, мында түкте жоқ вообще. Мен қылышым қайда? Менде қылыш болды ғой еще. Так, ал осы бочкада только садақ қана болған, ал қылыш жоғал кетті куда-то. Мына разбойниктер, походу, қылышты салған жоқ бочкаға. И, кстати, мында не только қылыш, мында еще ресурс кей деген кілт жоқ екен. Осы бочкаларда. Маған опять істеу керек сол ресурс кей деген кілтті.
Стоп, погодите. Маған гениальный план келді. Короче, менің осы кожаный шалбарым ішінде мен телефон жатқан. Так, қазір мен алайын оны. Так, вот, міне менің телефоным. Маған жительдар көп рет звондапты. Менде просто без звукта тұрған. Ой, ладно, мен потом звондаймын оларға. Қазір уақыт жоқ. Короче, мен өз телефоным арқылы полиция шақырғым кеп тұр. Короче, полицияға осы жер астыдағы қорқынышты үй туралы айтқым кеп тұр. Чтоб олар келіп, осы разбойниктерді ұстау үшін. Полициялар просто ұзақ табылмай жүрген осы жер астыдағы қорқынышты үйді. Так, қазір звондайын оларға. Алло, я тыңдап тұрмын. Алло, полиция. Мен қазір жер астыдағы қорқынышты үйдің астындамын. Ең бірінші жер астыдағы қорқынышты үй, соны білесіз бе? Өтінем, көмектесіңізші, мені мұнда өлтірейін деп жатыр разбойниктер. Так ал сол ең бірінші жер астыдағы қорқынышты үй қай жерде? Біз білмейміз просто. Короче, анау ескі разбойниктердің 1736 жылы жарылған замокты білесіз бе? Я. Вот, короче, сол замоктың дәл алдындағы березовый ағаштардың арасындағы пещерада сол жер астыдағы қорқынышты үй бар. Вот, короче, мен соның астындамын. Бұл жер астыдағы қорқынышты үй өте үлкен. Көмектесіңізші, өтінем. Жарайды, біраз шыдаңыз. Біз қазір группамен келеміз. Я, тезірек келіңіздерші, мен сендерді күтем. Так, анау Азамат, Абдрахман, Айгүлдерді осында шақыру керек. Так, қайда олар? Начальник, не болды, сен бізді шақырдың ба? Я, маған только что телефонға бір жігіт звондады, и ол қауіпсіздікке түс қалды. Ол қазір жер астыдағы қорқынышты үйдің ішінде. Ол әлі тірі, и ол көмек сұрап жатқан. Короче, ол ең бірінші жер астыдағы қорқынышты үйдің ішінде. Так, ал сол ең бірінші жер астыдағы қорқынышты үй қай жерде? Ол, короче, разбойниктердің 1736 жылы жарылған замогын дәл алдындағы березовый ағаштардың арасында. Сол жерде пещера бар. И, короче, сол пещераның астында сол жер астыдағы қорқынышты үй тығылып тұр. Ол соның астында. Короче, сендер қазір группамен, спецназдармен бірге сол жаққа барыңдар тез, пока ол өлмей тұрғанда. Жақсы, начальник, түсіндік. Короче, естерінде болсын, ол жер астыдағы қорқынышты үй разбойниктердің 1736 жылы жарылған замоктың алдындағы березовый ағаштардың арасындағы пещераның астында тұр. Сол жер астыдағы қорқынышты үй. Все, давайте кеттік, бізде миссия бар. Я, давайте, удачи. Надеюсь, полициялар табатын шығар осы жер астыдағы қорқынышты үйді. Если таппаса, мен білмеймін не істейтінді. Жарайды, давайте ары қарай іздей берейік. Ресурс К деген кілтті. Так, мұнда бір какой-то есік. Так, давайте көрейік, мұнда не бар екен. Короче, Денис, сол разбойниктердің ауылы анау жақта, вот анау. Короче, со жаққа алдыға қарай жүре бересің. Потом где-то 1 сағаттан кейін сен плоский мирге шығасың. И, короче, сол плоский мирде сол разбойниктердің ауылы болады. Совсем чуть-чуть қалды ма? Если мен анау шыққан алдыға қарай жүре берсем, мен уже плоский жаққа шығам ба? Я потом со жақта разбойниктердің ауылы болады. Ол прям жап-жақын ба? Я, конечно.
Наконец-то маған совсем біраз ғана қалды. Тем более мен демалып алдым. Мен уже өзімді намного күштірек қып сезіліп тұрмын. И менде күш боп тұр. Сол разбойниктерді остановить ету үшін. И анау золотой шлемді достать ету үшін. Көп рахмет сізге. Я оқасы жоқ, Денис. Давай, удачи. Мен саған сәттілік тілеймін. Я, рахмет. Все, давайте, бара беріңіз. Так, все отлично. Мен наконец-то білдім, анау разбойниктердің ауылы қай жақта екен. Мен даже оны таптым деп санай берейін. Короче, ол анау жақта, алдыға қарай жүре берем. Короче, со жақта болады сол деревня. Так, давайте щитті киіп алайық бронямен. И все, кеттік. Мен с собой бәрін алдым. Лава и еще обсидиан алдым, чтобы остановить ету үшін. Анау генераторды. Так, все, кеттік. Так, мында тағы да екі есіктер. Так, давайте ең бірінші осында кірейік. Так, давайте крик. Ё-моё! Мында нитка тұр екен ғой. Мында ловушка какой-то. Мен түсе жаздадым ғой. Мен пипец болғанда внимательный екенмін, оказывается. Так, анау жақта сандық тұр какой-то. Так, мен осы жерден оны аша алам ба? Так, давайте аш көрейікші. Ну, давай. Давай. О, все, отлично, аштым. О, вот, мне, наконец-то мен таптым осы ресурс кейді. Наконец-то мен осы ресурс кейді өте ұзақ іздеймін деп ойлағам. Но оказывается, өте жақын жерде болыпты. Прям осы ловушканың қасында. Маған өте қатты повезло. Еще чуть-чуть мен осы ниткаға басып өл қалушы едім уже. Жарайды, все, мен ресурс кей деген кілтті таптым. Все, кеттік, артқа қайтайық. Так, давайте осы кожаный киімді киіп алайықшы қайтадан. Так. Все, енді кеттік. Разбойниктер! Бастық, мынау кішкентай клеткада отырған жігіт қашып кетті. Ол өзінің бронясын алып алды. На, сендерге! Блин, қаш! -1. Давай, енді сен де бергел. Жоқ, на! Блин, ол маған вообще жестко тигізіпті. Все, наконец-то мен өлтірдім бәрін. Тоқта! Жоқ! Ё-моё! Жоқ, на, сығын, кет бар. На! Все, кет бар. Ё-моё! Алысқа кете алмайсың. Мен сені өлтірем қазір. Маған өзімнің разрядовый бронямды алып алу керек еді.
потом, короче, мен сол серіктің ескі ауылын разбойниктерден құтқарып болғанда, мен, короче, полиция и спасательдарды шақырғам, чтоб олар сол жерастыдағы қорқынышты үйді осмотреть етіп, ары қарай өздері разобраться ету үшін. И потом, короче, мен үйге кетіп қалдым. Мә, сен вообще молодецсың ғой. Сен сол жерастыдағы қорқынышты үйден половина ресурстарды алып алдың, разбойниктер ұрлап алған. И половина разбойниктерді өлтірдің. Красавчик. Молодец. Рахмет. Жарайды, короче, уже жарты сағат өтті. Мен, наверное, кеттім сол разбойниктердің ауылына. Сізге рахмет шай бергеніңіз үшін. Я оқас жоқ. Жарайды, давай шығарып тастайын. Иә. Давай, Диас, сау бол, сол ауылға тезірек жетіп ал разбойниктердің. Иә, сау болыңыз. Так, короче, достар, мен анау осы ауылдың мэрі маған көрсетіп жіберген путьті запомнить еттім. Короче, маған анау жаққа бару керек, давайте кеттік. Мә, достар, далада уже түн бат кетті, қарандар. Ладно, достар, ничего страшного, мен жетіп алам. Так, короче, достар, маған анау жаққа бару керек. Короче, анау жаққа алдыға қарай жүре беру керек, короче, сол разбойниктердің ауылы сол жақта. Мә, достар, осы номері 61-ші ауылдың мэрі вообще өте жақсы екен. Ана номер 22-ші ауылдың мэрінен қарағанда күштірек екен. Мен только білмеймін неге номер 22-ші ауылдың мэр сондай екен. Ол мені өз үйіне кіргізіп, маған шай берді. И, маған жолды көрсетіп берді, қайда бару керектігін. Ладно, достар, маған қайық жасап алу керек, чтоб осы озерадан переплыть ету үшін анау жаққа қарай. Менде доска бар. Вот мне. Так, давайте қайық жасап алайық.